Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге 250-ші отчетты қалай тапсырамыз, сол жайында видео түсіретін боламын. Ең алдымен YTP ETSP деп басып, өзіміздің ETSP ключімізбен кіріп алатын боламыз. Library файл. Осы жерде жеке кабинетімізге кіргеннен кейін жоғарыда өзіміздің аты жөніміз шығып тұрады. Физлицо немесе жеке кәсіпкер деп. Жеке кәсіпкер болсаңыз. Енді осы жерде 250 форманы тапсырмас бұрын біз мына жерде салықтық есептік нысандары деген бар. Осы жерге кіріп, нысандар журналы дегенге басып, өзімізде алдын 250-ші отчет тапсырылған немесе тапсырылмағанын көріп аламыз. Егер тапсырылған жағдайда оны екінші рет тапсырудың қажеті жоқ. 250-ші отчет декларация бұл бір-ақ рет қана тапсырылады. 250 тапсырылғаннан кейін келесі жылдары тек қана 270-ті ғана жыл сайын тапсырып отыратын боламыз. Енді бұл жерде күйге келтіру, нысандар тізімін күйге келтіру. Осыған кіреміз. Бізде осылай қай жылға тапсырып жатсыз? Егер 2023 жыл үшін 250 отчет тапсырылмаған болса, 2024 деп таңдаймыз. Ал 2022 жыл үшін тапсыратын болсаңыз, 2023 деп таңдаймыз. Біз 2023 жыл үшін таңдаймыз, сол үшін 2024-ті басамыз. 250-ші форма жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация. Басамыз. Бірінші кезең, бірінші беті бұл яғни 250 декларацияның. Бұл жерде не толтырамыз? Мына жерде аты жөніміз, ЖСН барлығы өзі автоматически толтырылып тұрады. Мына жерде телефон номер және электрондық мекен-жайы деген жерге толтыру міндетті емес. Егер толтырам жазам десеңіздер, өздеріңіздің телефон номерлеріңізді жазып, электрондық почтаны жаза кетсеңіздер болады. Резиденттік белгісі, егер сіз Қазақстан азаматы болсаңыз, Қазақстан Республикасының резиденті, шетел азаматы болсаңыз, Қазақстан Республикасының резиденті емес дегенге белгі қойып кетеміз. Қазақстан Республикасының резиденті. Келесі қай категорияға жататыныңызды көрсетіңіз. Біз үшін осы жерде өзіңіздің қай категорияда болсаңыз, сол нұсқасына белгі қойып кетесіз. А және Б. Бізде Б нұсқасы күнтізбелік күн. Сіз қай уақытқа тапсырып жатсыз? 2023 жыл үшін тапсырылып жатыр. Келесі жалғастыру. Мына жерде кәмелетке толмаған және әрекетке қабілетсіз немесе әрекетті шектеулі адамдарға арналған. Егер сіз осыған жатсаңыз, осы жерге белгі қойып кетесіз. Екінші кезеңде. Бізде қойылмайды. Жалғастыру. Үшінші кезеңде сіз декларация түрін көрсетіңіз дейді. Егер 250 декларацияны алғаш тапсырып жатсаңыз, бастапқы қойып кетеміз. Егер кезекті болса, кезекті дейміз. Егер қосымша болса, қосымша, хабарлама бойынша қосымша десеңіз, хабарлама осын таңдаймыз. Біз үшін бастапқы алғаш рет тапсырып жатқаннан кейін ары қарай жалғастыру. Енді сіздерге осы жерде айлық есептілік көрсеткіштің 10.000 еселенген мөлшерінен аспайтын сомадағы қолма-қол ақша туралы мәліметтер деген жайлы айтып кетсем, бұл жерде көп адам бізде нөлмен, осыны нөлмен көрсетіп кетеді, былай ештеңе жоқ деп. Негізі бұл дұрыс емес, бізде көпшілігімізде бұл мәліметтерді айта бермейді. Мен сіздерге айта кеткен. Бұл жерде егер сіздің қолыңызда 30 миллионнан жоғары ақша бар болса, соны осы жерге көрсетіп кету керек. Егер біз биыл 2023 жыл үшін 250 декларацияда 0 деп кетсек, келесі жылы 2024-те біз көлік немесе үй, тағы да басқа да бір заттар сатып алып жатқан жағдайда бізде бұл 250-де көрсетілмеген. Біз оны 270-те келесі жылы көрсететін боламыз. Сол кезде сізден сұрайды, мынаны қай ақшаға алдыңыз деп. Егер сол жағдайда бізге бұл дәлел ретінде 250-ге көрсетеміз. Міне, менде 250-ші декларацияда осылай сума көрсеттім деп. Егер сізде көрсетілмеген жағдайда, ол сізде сұрақ болады налоговыйда. Бұл ақшаны қайдан алдың деген сияқты. Сенде 250-де бұл ақша көрсетілмеген, 0 болды деп. Сол үшін біз осы жерге сізде қанша ақша бар, соны көрсетіп кетеміз. Мысалға 5 миллион, 10 миллион, 3 миллион, 1 миллион. Біз мына жерге 5 миллион деп көрсете салайық мысалға. Енді мына жерде валюта коды. Сізде қай валюта, қай елдің ақшасымен? Қазақстан теңгесі дейміз. Казахский теңге таңдау. Ары қарай жалғастыру.
Енді мына жерде бізде шет мемлекетте тіркелген жылжымайтын мүлік. Бұл жерде негізі барлығы шетелде. Егер шетел мемлекетінде құнды қағазыңыз болса, көлігіңіз болса, инвестицияңыз болса шетелдерде, сол жағдайда ғана толтырып, мына жерге белгі қойып, соны көрсетіп кететін боламыз. Ары қарай жалғастыру. Енді осы жерде мемлекеттік кірістер органы деп өзіміздің пропискамыз бойынша сол УКД-ны таңдаймыз. Өзіңізге жазып алсаңыз болады. Мысалы, сіз қай УКД-ға қарайсыз? Осы жерде салық төлеушінің жауапкершілігі деген жерге мен осы декларацияға келтірілген мәліметтердің дұрыстығы үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап беремін деген жерге белгі қойып, келесі бізде енді толтыруды тексеру дейміз. Толтыруда қателік бар, жоқ, соны тексеріп аламыз. Қате жоқ, окей. МКО-ға жіберу. Бастапқы нысан 250 2024 жыл үшін жіберуге дайын. Енді осы жерде өзіміздің дұрыс еместігін қарап аламыз. Код органы осыны растайсыз ба дейді. Енді ары қарай ОК дегенді басып, ЭЦП ключіміздің РСА файлымен қол қойып, налоговыйға жіберетін боламыз. Енді мен алдын тапсырып қойғанмын, сол үшін бұны жібермеймін. Енді бұны тапсырғаннан кейін бұны қайдан көреміз? 250-ді. Салық есептілігі, нысандар журналы. Осы жерде астына түсіп, іздеу деген батырманы басамыз. Неке бастапқы 250 форма қабылданды деп тұрады.